Нұрдың Ыбырайым пайғамбарға көшуі. Бір күні ұлық Алла Жебірейіл періштеге: «Досым, Мұхаммедтің дүниеге келетін уақыты жақындап келеді. Бүгін таң сәріде ұйықтамай отырған момын пендемнің үстіне Мұхаммедтің нұрын шаш», деді. Жебірейіл ұйықтамай отырған тақуаны таба алмады. Тек бір дінсіз адам пұт жонып отыр, деді. Алла оны жерге қайта жіберді. Бұл жолда таба алмай нәтижесіз оралды. Дүниені шарладым. Әлгі дінсізден басқа ояу отырған бір адамды көрмедім. Бәрі ұйқыда, деді. Сонда Алла: «Олай болса соның үстіне шаш», деді. Пұт жонып ояу отырған Ыбырайымның әкесі Азар еді. Азардан Ыбырайым пайғамбар туады. Ыбырайым есімі Рахымның атасы дегенді білдіреді. Ал Рахым кім дегенге келсек, ол Мұхаммед пайғамбар. Хазіреті Ыбырайым Мұхаммед пайғамбардың 25-ші атасы болып келеді. Ыбырайымға қонған соң, нұр тағы да ерекше сипатпен нышан берді. Адамдар оның жүзіне тура қарай алмайтын. Себебі іштегі нұрдың сәулесі оның екі бетінен шуақ болып төгілетін. Ыбырайым пайғамбар Намрут патшаның уәзірі Хазардың қызына үйленеді. Оның Бибісара атты қызы болады. Бибісара көпке дейін құрсақ көтермей жүреді. Жасы 90-ға келгенде Бибісара балалы болудан үміт үзіліп, үйінде жүрген Бибіжар атты қызметшісін Ыбырайымға екінші әйел етіп алып береді. Ажар көп ұзамай жүкті болады. Бұл оқиға Бибісара анамыздың көңіліне келеді. Бірақ ол сол күні түс көреді. Түсінде алып шынар ағашын егіп жатыр екен. Ағаш тез өсіп бәйтерекке айналып, бұтақтары аспан астын жауып қалады. Ояна салысымен көрген түсін Ыбырайымға жортады. Сол кезде Ыбырайым: «Ұзамай олды боласың. Исраил қауымның күллі пайғамбары сенен тарайды», деді. Сара анамыз мына жаңалықты естігенде қуаныштан көзінің жасын тыя алмады. Бірақ бұл хабар Ажар анамыздың көңіліне дық салды. Ол өзін күйеуінің алдында қор сезініп, бір уыс боп жатып қалды. Ыбырайымның отбасының берекесі кетті. Осы кезде Жебірейіл періште келіп: «Әй Ажар, басыңды көтер. Раббыңның саған сақтаған сыйы бар. Сүйінші, екі жаһанның жан нұры, бүтін пайғамбардың тәжі, екі дүниенің сардары, 18 мың ғаламның рахметі, Алланың хабибісі Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың нұры сенің жатырыңда жатқан бөбектің денесіне ауысады. Ұлық Алланың бұдан асқан нығметі болмайды», деп сүйінші сұрады. Бибажар анамыз мына сөзді естіген кезде өз құлағына өзі сенбей есеңгіреп отырып қалды. Екі көзінен парлап аққан жас күні бойына тоқтамады. Көп кешікпей дүниеге Смағұл есімді ұл келді. Нұр Смағұлдың екі қасының ортасына барып жайғасты. Ыбырайым Нұрдың ұлына қонғанын көрген соң, оған былай деп өсиет айтты: «Әй ұлым, барша аталарымыздың бізге қалдырған өнегелі өрнегі бар. Мұхаммедтің шарапатты нұрын аялап ұста. Тек әдепті әйелмен ғана отау құр. Себебі әдепсіз әйелден нұр қашады. Ұлық Алла Мұхаммедтің нұрына сені лайықты деп тауыпты. Енді бұл бақтың баянды болғай», деді. Сонда баласы: «Әке, бір сұрағым бар. Мұхаммедтің сенен қандай артықшылығы бар?» деді. Сол кезде Ыбырайым: «Әй ұлым, менің көкірегімде бір арман бар. Мен түсімде жәннатты көрдім. Оның көлемі жер мен көктің ауқымында екен. Мен Жебірейілден бұл кімге арналған орын деп сұрадым. Сол кезде Жебірейіл: сенің әулетіңнен шыққан Мұхаммед Мұстафа мен оның үмбетіне арналған орын деп жауап берді. Мен ол жұмақтың бау-бақшасындағы жемістерге назар салдым. Барлық ағаштың діңгегіне «Ля иляха иллалла» деп жазылған екен. Бұтағында «Мұхаммад Расулулла» деген жазуды көрдім. Ал ағаштың жемістерінде әртүрлі салауаттар жазылған екен. Мен Жебірейілден Мұхаммедтің үмбетінің қандай артықшылығы бар деп сұрадым. Сонда ол: оның үмбеті барлық үмбеттен қайырлы. Бейішке бұлардан бұрын ешкім бермейді. Ақырет күнінде барлық адам баласы қорқыныш пен қатерде тұрған кезде оның үмбетінің көңілінде ешқандай қауіп болмайды. Ғарасат майданында барлық пайғамбардың үмбеті лыпассыз тіріледі. Оларды періштелер махшарға жаяу айдайды. Ал Мұхаммед үмбеті жібектен тоң киіп салтанатқа бөленеді. Жұмақтың арғымақ аттарын
тақымына басады. Қолдарына «Ла илаха иллалла» деген жазуы бар байрақтар ұстайды, деп жауап береді. Пайғамбардың нұрлы жүзін көру, оның үмбетінің бірі болу маған арман болды. Сондықтан сен аманатқа қиянат қылма, деді. Әке, өсиетіңді ұқтым, кеңесіңді кеудемде тоқыдым, деп жауап береді.